Қайырлы күн балалар. Бүгін әлеуметтік көрсеткіштерді қарастыратын боламыз. Яғни дүние жүзінің елдерін салыстыруда қолданатын әлеуметтік көрсеткіштерге тоқталайық. Бүгінгі сабақтың негізгі жетекші ұғымдары ол өмір сүру деңгейі, жұмыссыздық деңгейі және әлеуметтік прогресс индексі. Алдыңғы сабақтарда халықтың өмір сүру деңгейі туралы қарастырдық және оның экономикалық және әлеуметтік көрсеткіштер қатарына жататынын айттық. Халықтың өмір сүру деңгейі дегеніміз халықтың жайлы өмір сүруінің, игіліктер мен қызметтер тұтынуының деңгейі. Ал енді қазір біз сіздермен әлеуметтік прогресс индексі туралы қарастырайық. Жалпы әлеуметтік прогресс индексі әлеуметтік дамудың 3 маңызды жағын қамтитын көрсеткіштер жиынтығы. Ол қайсы? Соны қарастырайық. Сонымен бірінші ұзартып жазайық, әлеуметтік прогресс индексі. Енді қараңыздар, бұл жалпы дамудың 3 маңызды жағын қамтитын деп тұр. Қандай 3 маңызды жағы екен атап өтейік. Бірінші, адамның негізгі қажеттіліктері. Оған не жатады? Мен қазір сіздерге айтам. Адамның негізгі қажеттіліктері. Бірден жіктеп өтейік. Тамақтану және медициналық қызмет, су сапасы мен санитария, тұрғын үй, жеке қауіпсіздік бұл адамның негізгі қажеттіліктеріне жатады. Келесі, адамның әл-ауқат негіздері. Бұған нені жатқызамыз? Бұны да жіктеп шығайық. Негізгі білімнің қолжетімділігі, ақпарат пен байланыстың қолжетімділігі, денсаулық пен жақсы көңіл күй және қоршаған орта сапасы. Шатастырмай бірін жаттап аламыз. Келесі үшіншісі ол адамның мүмкіндіктері. Яғни адамның қандай мүмкіндіктері бар екен. Бұл жеке құқықтар, жеке еркіндік пен таңдау, толеранттылық, кешіріңіздер, кеңейтілген білімге қол жеткізу. Міне, бұл үшінші адамның мүмкіндіктері. Яғни біз сіздермен әлеуметтік прогресс индексінің 3 көрсеткішін қарастырып айттық. 2018 жылы дүниежүзі елдерінің рейтингісінде 12 топқа біріктірген 57 көрсеткіш есепке алынды. Яғни, жаңағы әлеуметтік прогресс индексін жүзеге асыру үшін рейтингті құрастыруда 12 топша 57 көрсеткіш. Міне, осылар алынған екен. Енді, жалпы рейтинг бойынша көшбасшы елдер қайсы? Көшбасшы елдер, яғни оларды атап өтейік. Көшбасшы елдерге, астына жазайық, осы тақырыпты айтып жатқаннан кейін, көшбасшы елдерге бірінші орын ол Норвегия, екінші орын екені түсінікті, Исландия, үшінші орынға Швейцария мемлекеті екен. Және осы индекс бойынша Қазақстан Республикасы 71-ші орынды алып тұр екен. Мінекей. Жаңағы алдыңғы орындағы 3 мемлекет. Жалпы әлеуметтік прогресс индексінің 5 көрсеткіші бойынша Қазақстан 1-ші орында. Қандай көрсеткіштер екенін тыңдап аламыз. Бірінші, ересек тұрғындардың сауаттылық деңгейі бойынша Қазақстан 1-ші орында. Орта мектепке қабылданған балалардың үлесі бойынша 1-ші орында. Аштық деңгейінің төмендігі бойынша 1-ші орында. Мобильді желіге қосылу бойынша 1-ші орында және электр энергиясының тұрғындар үшін қолжетімділігі көрсеткіші бойынша Қазақстан
бірінші орында екен. Яғни Қазақстан 5 көрсеткіш бойынша әлеуметтік прогресс индексінің бірінші орында екен. 5 көрсеткіші бойынша. Енді әлеуметтік прогресс индексінде жаңа біз білім туралы айттық. Енді қарастыратымыз жалпы білім бойынша Қазақстан қай орындарда. Білім саласы көрсеткіштері бойынша Қазақстан кейбір дамыған елдерді басып озады. Білім саласының көрсеткіштерін біз былай бөлейік. Негізгі білімнің қолжетімділігі бойынша Қазақстан 31-ші орында екен. Сауатты ересек тұрғындардың үлесі бойынша Қазақстан 1-ші орында екен. Орта мектепке қабылданғандардың саны бойынша Қазақстан 1-ші орында екен. Ал Америка құрама штаттары, Корея республикасы, Бразилия сияқты мемлекеттер бұл көрсеткіштер бойынша Қазақстаннан кейінгі орындарда тұр. Бұл жалпы білім сапасының көрсеткіші бойынша. Ол да оқулықта жақсы кестемен берілген. Мен сіздерге тақтаға жазбаймын, сіздер оны өздеріңіз жақсылап талдап шығыңыздар. Енді ұлттық білім беру жүйелерінің рейтингілері. Міне, осыны біз талдайық. Ұлттық білім беру жүйелерінің рейтингісі. Жүйе дей салайық. Рейтингісі. Ал енді қарастырайық. Жалпы жекелеген елдердегі ұлттық білім беру жүйелерінің даму деңгейлеріне баға беру мақсатында бір қатар сандық және сапалық көрсеткіштер ескеріледі. Енді осы жерде бірінші білім беру қызметінің экспорты бойынша айтайық. Білім беру қызметінің экспорты. Бұл дегеніміз не? Бұл көрсеткіш ұлттық білім беру жүйесінің халықаралық қауымдастыққа беделін көрсетеді. Осы бойынша жоғары тұрған елдер бұл көрсеткіш бойынша Америка құрама штаты, Ұлыбритания мемлекеті, Германия, қысқартып жазсам болады деп ойлаймын, Франция және Австралия. Міне, осы мемлекеттер бұл көрсеткіш бойынша алдыңғы орындарда екен. Келесі, бұл әлем университеттерінің халықаралық рейтингтегі орны. Мен қысқартып жазайын. Әлем университеттерінің халықаралық рейтингтегі орны. Енді бұл дегеніміз не? Жалпы бұл елдегі жоғарғы оқу орындарының көрсеткіштері арқылы ұлттық білім беру жүйесі бағалауға мүмкіндік береді. Бұл бойынша Америка құрама штаттары мен Ұлыбритания мемлекетін айтуға болады. Келесі бізде білім сапасын зерттеудің халықаралық сапасын зерттеудің халықаралық несі? Бағалауы ол жүйесі PISA деп аталады. Халықаралық, мен бүйтіп қысқартып жазайын, PISA жүйесі. Бұл бойынша жалпы бұл орта мектеп деңгейінде елдегі білім берудің жағдайын талдау жасау, бірақ халықаралық деңгейде. Бұған ең алда орында тұрған мемлекеттер Финляндия, Корея республикасы және Жапония. Бұл мемлекеттерді балалар жақсылап жаттап аламыз. Келесі, бұл жоғары білімнің қолжетімділігі және оны алудың қаржылық мүмкіндіктері. Мен қысқартып жазайын, жоғары білім алу қолжетімділігі. Қысқартып жаздым, Жалпы ел азаматтарының жоғарғы білім алуға мүмкіндігі және жан-жақты талдайтын көрсеткіштер. Бұл орында Нидерланд мемлекеті, Финляндия және Ұлыбритания. Көрсеткіштерді кітапта кестемен берілген, жақсылап біліп аламыз. Және қашықтықтан білім беру ауқымы. Қашықтықтан білім беру. Яғни белгілі бір елдегі азаматтың білім алу құқығын қамтамасыз ету үшін
қашықтықтан оқыту деңгейі. Бұл жерде Қытай Халық Республикасы, Үндістан және Америка құрама штаттарын айтып өтуге болады. Және осы бағалаулардан басқа тағы бір халықаралық мониторинг бар, ол TIMSS деп аталады. Мен мына жерге жазайын. TIMSS деп аталады. Бұл мектептегі математика және жаратылыстану ғылымдарын зерттеу, сапасын рейтингісін шығару 2015 жылғы есеп бойынша Қазақстан алдағы орындарда тұр. Яғни математика бойынша Қазақстан Республикасы 7-ші орында, жаратылыстану ғылымдары бойынша 9-ші орында алады екен. Бұл Қазақстан Республикасының халықаралық TIMSS несі бойынша, мониторингі бойынша. Жалпы ең алдыға орында алып тұрған математика және жаратылыстану бойынша Сингапур елі екен. Математикалық бағытта Корея Республикасы 2-ші орында алса, Жапония жаратылыстану бағыты бойынша 2-ші орында. 3-ші орында математика және жаратылыстану бағыты бойынша Тайвань мемлекеті алады екен. Жалпы ұлттық білім беру жүйесін бағалауда бұл көрсеткіштерден басқа ел тұрғындарының жоғары білімге қамтылу деңгейі, білім индексі және жоғары оқу орындарын білім алуын сапасын жалпылама көрсеткіш ретінде қолданылады екен. Жалпы бұл біздің бүгінгі әлеуметтік прогресс индексіне байланысты айтылған ақпараттарымыз. Және біздің бүгінгі сабақта жетекші ұғым жұмыссыздық деген болған. Жұмыссыздық дегеніміз не? Еңбекке қабілетті және жұмыс істегісі келетін экономикалық белсенді халықтың бір бөлігінің жұмыс таба алмай жүруін біз жұмыссыздық деп атаймыз. Түрлі себептер бойынша экономикалық белсенді халықты толығымен қамтамасыз етілмейді, жұмыспен толық қамтамасыз етілмейді, ол жұмыссыздық деп аталады. Жалпы халықаралық еңбек ұйымының есебі мәліметі бойынша 2018 жылы дүниежүзі бойынша жұмыссыздардың саны 172,5 миллион адамды құрайды екен. Жұмыссыздық деңгейі 2018 жылы Америка құрама штаттарында 3,9%, Германияда 3,4%, Францияда 9,2%, Қазақстан Республикасында 4,9%-ды құрайды екен. Сондай-ақ дағдарыс байқалған мемлекеттерде, соның ішінде Грекияда ол 19,2%-ды көрсетсе, Испанияда ол 15,5%-ды көрсетеді екен. Және бұл көрсеткіш даму деңгейі төмен, нашар дамыған елдерде жоғарғы көрсеткішке ие. Ал жұмыссыздық деңгейі дегеніміз не? Экономикалық белсенді халықтың жалпы санындағы жұмыссыздардың үлесі пайыз есебімен. Жалпы жұмыссыздық дамыған елдерде еңбек нарығын қалыптастыруға оң әсер етеді екен. Себебі жұмыс орны үшін бәсекеге қабілеттілік, немесе жоғары маманданған кәсіби маман шеберлігі, білім деңгейі сияқты көрсеткіштер бағаланады деген сөз, егер жұмыссыздық болса. Міне балалар, жалпы әлеуметтік көрсеткіштерді тағы да тоқталып өтем. Бұл жерде біз көбінесе ақпаратты білетіміз әлеуметтік прогресс индексі. Және ол прогресте Қазақстан Республикасының орны 71-ші және 5 көрсеткіш бойынша Қазақстан 1-ші орын алатынын ұмытпаймыз. Мен мына жерге жаза кетейін. 5 көрсеткіштен Қазақстан Республикасы 1-ші орынды алады. Ол қандай көрсеткіштер? Қайталап өтемін. Ересек адамдардың сауаттылық деңгейі бойынша, орта мектепке қабылданған балалардың үлесі бойынша, аштық деңгейінің төмендігі бойынша, мобильді желіге қосылу бойынша және электр энергиясының барлық тұрғынға қолжетімділігі жөнінен Қазақстан Республикасы 1-ші орынды алады екен. Міне, осындай ақпаратты толық білу үшін оқулық мәтініндегі кестелерге көңіл бөліп, білімімізді толықтырамыз. Іске сәт,
Мен сіздермен келесі кездескенше қоштасамын. Сау болыңыздар.